Сәлеметсіздер ме студенттер? Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы қоршаған ортаның антропогендік өзгеруі. Біз жаңа тақырыпты бастамас бұрын сіздерден үй тапсырмасын сұраймын. Үй тапсырмасы бізде топтарға бөлініп беріледі. Сәйкестендіру тапсырмасы арқылы. Қазір сіздерге осы тапсырмаларды таратып беремін. Топ бойынша орындаймыз. Да, робот бар. Валли робот. Орындап болсақ, әр топтан бір-бір студенттен тақтаға шығып айтады. Біз қорықтарға Ақсу-Жабағылы, Наурызым, Алматы басқа да қорықтарды қостық. Ал ғаламдық аймақтық жергіліктегі географиялық мониторинг. Ал Торылдың 1939 жылы геоэкономикалық жобалау деді. 41-60% бұзылу бұл шенескен деңгей. Және де бұл жасыл экономика роботтары және экономикалық ұйымдарға жасыл экономика. Ал бізде қорықтарға Ақсу-Жабағылы, Наурызым, Алматы қорықтарын алдық. Ғаламдық аймақтық жергіліктіге географиялық мониторинг жасады. Троллі 1939 жылы ол экономикалық жобалау 41-60% бұзылу шиеленіскен деңгей. Huawei, Dustcode, жасыл экономика роботтары, экологиялық ұйымдар, жасыл ел, жасыл экономика. Келесі топтас. Қорықтарға Ақсу-Жабағылы, Наурызым және тағы басқа қорықтар жатқызылды. Ғаламдық аймақтық жергілікті бұл зерттеу әдістер географиялық мониторинг болып табылады. Троллі 1939 жылы ұсынғаны геоэкономикалық жобалау 41-60% бұзылуды бізде шиеленіскен деңгей деп атайды. Ол бізде жасыл экономика роботтарын ойлап тапты. Экологиялық ұйымдар, жасыл ел, жасыл экономика және Рио + 20 ұйымдар. Біз тапсырмада қорықтарға Ақсу-Жабағылы, Наурызды, Алматы және тағы да басқа қорықтарды алдық. Ғаламдық аймақтық жергілікті ол географиялық мониторинг. Ал 1939 жылы Троллдің ашқан ғылымы ол геоэкологиялық жобалау 41-60% бұзылуда қазіргі таңда шиеленіскен деңгей. Ол Dustcode жалын экономика роботтары, ал экологиялық ұйымдарға жалынер +20 жалын экономикасы жатады. Ендеше студенттер үй тапсырмасын қорытындыладық. Келесі жаңа тақырыпқа өтеміз. Бүгінгі жаңа тақырып қоршаған ортаның антропогендік өзгеруі. Бүгінгі сабақта табиғатты пайдалану тұжырымдамасымен танысып, қоршаған ортаның антропогендік өзгерістерін жіктеуді үйренеміз. Және де антропогендік факторларды жіктеп, терминдермен жұмыс жасап, антропогендік факторларға байланысты табиғатты пайдалану мәселелерімен ластану себептерін анықтаймыз. Жалпы антропогендік фактор дегеніміз аты айтып тұрғандай, бұл адамдардың іс-әрекетінің нәтижесінде пайда болатын табиғатта болып жатқан экологиялық проблемалар. Антропогендік факторлар бұлар озоносфераның бұзылуы, жылу эффектісі, әлемдік мұхит проблемалары, қышқыл жаңбырлар және де террикон. Озоносфераның бұзылуы бұл озон қабаты үшін ең қауіпті заттар, яғни бұл үй тұрмысы мен өнеркәсіпте пайдаланылатын мұздатқыштар мен аэрозолды баллондарда пайдаланылатын фреондар. Ол адам денсаулығына және де қоршаған ортаға өте зиян. Бұл озоносфераның бұзылуы жалпы алғанда қазіргі таңда ракеталар, яғни ғарышқа ұшырылып жатқан ракеталар өте көп саны. Солардың ұшыру нәтижесінде, яғни аспанға қарай ұшырғанда озон қабатының тесуінен пайда болады. Келесі қышқыл жаңбырлар. Қышқыл жаңбырлар өнеркәсіптік салаларда жаңағыдай зауыттардан шыққан түтіндердің ауаға еніп, ол ары қарай ауадан бұлтқа қарай еніп, ол бізге жаңбыр болып келуі. Келесі әлемдік мұхит проблемалары. Әлемдік мұхит проблемалары қазіргі таңда өте күрделі жағдай. Өйткені әлемдегі елдер бір-бірімен өте тығыз байланысты экономикалық жағынан. Яғни ол елдер бір-бірімен сауда-саттық қарым-қатынасты кемелермен жасайды, яғни бір-бірлерімен тауар тасымалдайды. Осы кезде кемелерде тауар тасымалдау барысында олардың қалдықтары
әлемдік мұхит суларын ластайды. Және де өнеркәсіп салаларындағы, мысалға өзіміздің Каспий теңізін алатын болсақ, Каспий теңізінде осы біздің Маңғыстауымыздың табиғи байлығы ол мұнай. Мұнайдың осы қалдықтары біздің Каспий теңізімізге әкеліп құйылады. Осының барысында біздің Каспий теңізіміздің қазіргі жағдайы өте нашар деп те айтуға болады. Және де қарапайым түрде біздің осы адамдардың өзінің қолынан жасап жатқан қоқыстардың лақтырылуы. Яғни осының барлығы Каспий теңізінің ластануына әкеліп соғады. Келесі жылу эффектісі бұл Антарктидаға мұздықтардың жаппай еруіне және де әлемдік мұхиттың орташа деңгейінің көтеруіне алып келеді. Қоршаған ортаның өзгеру түрлеріне арнайы өзгерістер мен ілеспе өзгерістер жатады. Арнайы өзгерістер бұл ауыл шаруашылық дақылдары немесе де көп жылдық екпелер, су қоймалар құрылысы, қатынас жолдары, пайдалы қазбаларды өндіру үшін шұңқырларды қазу, батпақты құрғату және де өзен ағысының бағытын өзгерту. Ал ілеспе өзгерістерге атмосфераның газ құрамының өзгеруі, қоршаған ортаның ластануы, жануарлардың түрлі құрамының азаюы және де депрессиялық шұңқырлардың пайда болуы мен эрозиялық процестердің дамуы, адамдардың аллергиялық ауруларының күшеюі және де фотохимиялық тұмандардың пайда болуы мен металдардың коррозиясының үдеуі болып табылады. Өз орнымызда отырып, ойланып, осы сөйлемді аяқтауымыз қажет. Бірінші, экологиялық қауіпті апаттардың алдын алу үшін не істей аламыз? Бізге берілген табиғатты ластанудан қорғау үшін біз ең алдымен қоқыстардан арылуымыз керек. Қоқыстардың өзін жаңағыдай бөтелкелерді арнайы өзін бөтелке жәшікшесіне салуымыз керек, және де қоқыстарды бөлек-бөлек тастауымыз керек. Қазіргі таңда біздің елімізде немесе басқа да мемлекеттерде неше түрлі киім шығаратын немесе басқа да зауыттар өте көп. Соның әсерінен табиғатымыздың ауа қабаты ластанып, қазіргі таңда адамдардың неше түрлі ауру болып туылуына немесе де басқаша жағдайларда да өздерінің кері әсерлерін тигізіп отыр. Сондықтан да зауыттарды азайту керек және де қоқыстарды дұрысынан пайдаланып, жаңағыдай келер шаққа да қайта өндірісті қолға алу керек. Яғни қайта өндіру зауытын қолға алсақ, бәлкім болашаққа дейін біздің табиғатты ластанудан қорғауға күшіміз жетеді. Жақсы, отыра ғой. Келесі Арая. Экологиялық қауіпті апаттардың алдын алу үшін және бізде ең алдымен тоқталып өтсем, экологиялық қауіпті апаттарға бізде қышқыл жаңбыр, озон қабатының тесілуі, яғни жұқаруы, және де ауаның жалпы ғаламдық жылыну эффектісі, қышқыл жаңбырлардың көп жауы осы апатқа жатқызылады. Бұл жердегі ең басты себеп антропогенді фактор болып табылады. Антропогенді фактордың азайтып, адамдардың жалпы қолданып жатқан қоқыстарын азайтқан жағдайда осы экологиялық қауіпті алдын ала аламыз деп ойлаймын. Бұл жерде жалпы ең басты жағдай қазіргі күндегі проблема болатын Қазақстандағы Арал теңізінің экологиясы және Каспий теңізінің экологиясы болып отыр. Келесі үшінші топ. Менің табиғатыма көрсетуге қорқуса үлесімізде көп ағаштарды егіп, әр апта сайын қоқыс жинауға шығарады. Қосар үлестеріңіздер ма, басқа келесі басқа қатысушыларыңыздар ма? Келесі төртінші топ. Экология тәрбиені қалыптастыру жолдарына мен осы экологияны таза ұстау үшін арнайы заңдарды құру. Мысалға, қазіргі таңда қоқысты кез келген жерге лақтырып кете береді. Оның орнына көптеген орталық жерлерде қоқыс жәшіктерін қойып, тек қана орталық жерлерде емес, қарапайым жай көшелерде де сол тәрбиені сақтап, арнайы заңдар құру. Одан басқа қоқысты өңдеуді қазіргі таңда дамыту. Соның барлығы біздің экологиялық тәрбиені қалыптастыруға жатады деген ойдамын. Келесі бізде студенттер табиғат және әдебиет. Табиғат лирикасына байланысты қандай өлеңдерді білеміз? Қай ақынның осы табиғатқа арнап шығарған өлеңі? Алмагүл айта ғой. Абай Құнанбайұлының күз деген өлеңінің бір шуман айта кетсем. Сор бұл түсі суық қаптайды аспан, күз болып тұмқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тойған ма, тоңған ма, жылқы ойнап бие қашқан тай жарысқан.
Абай Құнанбайұлы құс өлеңі. Ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қыран түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Студенттер, келесі тапсырма бізде постер қорғау. Так, сіздердің топтарыңыз антропогендік факторлардың алдын алу жолдары. Келесі топ. Сізде антропогендік әлемдік мұхит суларының ластануы. Жылыжай эффектісі. Бізге берілген тақырып антропогендік факторлардың алдын алу жолдары, яғни зауыттарды азайту, қоқыстарды қайта өңдеуді және конференция жасауды көбейту. Және де қазіргі таңда машиналардың шығарып түтін тікелей ауа қабатына көтеріліп жаңағы жаңбырды тудырады. Соның әсерінен табиғат бұзылуда. Сондықтан да менің ойым, қазіргі таңда жаңа технологиялардың дамыған заманда зарядталатын арнайы машиналар көбірек шығару, яғни сол арқылы біздің табиғатымызды және де ауа қабатымызды сақтап қалуға көмектеседі. Сонымен қатар мына жерде біз озон қабатының ұлғаюын салдық, яғни озон қабатын қорғау мақсатында көптеген ұйымдарды құру болып табылады. Одан кейін атмосферадағы күкірт диоксиді мен азот оксидінің шығындыларын азайту. Берілген тақырып әлемдік мұхит суларының ластануы. Әлемдік суларының ластануының басты мәселесі мұнаймен ластау. Теңізге 12-14 миллион тонна мұнай түседі. Және әлемдік сулардың тағы бір ластану себебі адамдардың теңізге мұхитқа лақтырылған қоқыстарының әсерінен болады. Және де қалдықтар мен басқа да материалдар мен төгінділердің теңізге ластауы және зауыттардан шығатын лас, түтін, қоқыстар, одан да ластануы. Жылыжай эффектісінің пайда болу себептері ол атмосфераның төменгі қабаттарының жылуынан болады. Яғни жылыжай эффектісі, егер де атмосфера жылыжай газдарының мөлшері көп болған сайын ауа температурасы артады. Және де бұның кері әсерлері өте көп. Оның салалары ретінде біздің Антарктиданың ерін айтады. Антарктида еріген жағдайда біздің жер ғаламшарын бүкіл жерін су басып кетуі мүмкін. Оның өзі біздің келешек, яғни ақыр заманға әкелуі мүмкін. Одан басқа оның пайда болу себептеріне біздің экологиямыздың ластануы. Экология ластанған сайын ауамыз бөлінеді. Ауамыз бөлінген сайын сол жылыжай эффектіне апаруы мүмкін. Одан басқа қазіргі таңда озон қабатының жұқаруы да сол жылыжай эффектісінің пайда болуына себептердің бірі. Эффектісін жалпы ғалымдар жылыжай эффектісінің ғаламдық жылынудың орнын алуын жалпы ғалымдар екі түрлі пікірде болжайды. Яғни бір ғалымдар бұны қолдайды, яғни солтүстік мұхит теңізінің жалпы кейбір бөліктерінің су мөлшері көтеріліп, ол жалпы тұрғындарға өзінің жақсы әсерін тигізеді деп ойлайды. Ал екінші ғалымдар мұздықтар толық еріген жағдайда жер бетін толықтай су басып кетіп, адамның бұл жерде жалпы тіршіліктің болуын, жалпы тіршілік жойылып, жалпы бұл жерде ағзаға қалмайды деп өзінің болжамдарын жасайды. Антропогендік фактордың келесі бір кері әсері бұл радиация болып табылады, яғни радиация. Жалпы оған бір қарапайым мысал, осы Қазақстандағы Семей ядролық полигоны бұл жерде тарап кеткен жердегі радиация өзінің жалпы адамдардың өмір сүруіне ол жерде өзінің
ықпал етіп жатыр. Яғни ол жердегі адамдар мутациялық жалпы өзгерістерге ұшырап жатыр. Тері аурулары, яғни терідегі ақ терінің жарып шығуы деген секілді адамдардың мысалы қолының көбейіп кетуі, жалпы көптеген мутациялық өзгерістерге ұшырап жатыр. Радиация арқылы ол жерде ешқандай жалпы тіршілік белгісі көрінбейді, яғни ешқандай өсімдік өспейді, жерде өзі эрозияға ұшыраған. Антропогендік фактор жалпы келесі әсері озон қабатының жұқарылуы, жалпы жұқары кинетизирге алып келуі. Озон қабаты, бұл жерде бізде озон қабаты, яғни атмосфера қабатына жатқызылады. Күн сәулесінен келетін ультракүлгін күн сәулелерінен бізді яғни жер бетін қорғап тұрады. Озон қабаты болмаған жағдайда жер бетінде көптеген түрлі өзгерістер орын алуы мүмкін. Бұл жалпы ең алдымен келгенде өзінің тіршілікке кері әсерін тигізеді. Антропогендік фактордың жалпы келесі нәтижесі ормандардың жойылуы, яғни ормандардың жойылып қысқарып кетуі. Бұл жерде жалпы антропогендік фактордың басты себепшісі адамдар, яғни адамдардың орман өртін қоюы, ағаштарды шелеп кесуі. Жалпы бұл бойынша 4 кезеңді ормандардың жойылу, яғни қысқаруы жағдайлары орын алып отыр. Мұхиттың астына жатқызылады. Антропогендік факторға жалпы бұл жерде ең басты себепші мұнайдың кейбір өңделмей қалған қалдықтарының мұхитқа апарып құйылуы жатқызылады. Негізі мұнайда кейбір адамдардың ойлауы бойынша мұнайдың қалдықтары арқылы көптеген оны өндіріп керек жарайтын нәрселерді, мысалы жол, асфальт төсеуге яғни нәрселерді жасауға болады. Алайда олар сол нәрсенің барлығын апарып мұхитқа төгіп, мұхитты ластап жатыр. Мұхиттың жалпы қазіргі кезде теңіз былай тұрмақ, мұхиттың су көлемінің өзінде азаю байқалып жатыр. Студенттер, келесі бізде тапсырма өзіңді тексер. Яғни мына жерде көріп тұрғаныңыздай табиғатты ластаушы көздер табиғи және жасанды. Яғни осы табиғиға, жасандыға қандай ластаушы көздер жатады? Кім айтады? Табиғи ластаушы көздерге жанартаудың атқылауы және де ормандардың өртенуі, құйындар және көп нөсер жауындар жатады. Жасанды ластаушы көздерге көптеген зауыттар, фабрикаларды және де мұхиттардың кеме тасымалдау қалдықтары және де көптеген табиғи пайдалы қазбалардың қалдықтары төгілуі, теңіздерге төгілуі. Бүгінгі тақырыптың қорытындысы: адамның шаруашылық әрекеті табиғаттың өзгеруіне әсер ететін ерекше фактор. Жауын-шашын мөлшері, топырақ ылғалдылығын ескерместен топыраққа минералды тыңайтқыштарды енгізу, ол заттардың шайылып, өзендер мен бөгендердің ластануын туғызады. Ауаға шығатын улы заттардың концентрациясы белгіленген мөлшерден 10 есе артық. Атмосфераның ластануы бұл өзіміздің Қазақстандағы Байқоңыр айлағындағы ғарыш кемелерінің ұшыру кезінде де байқалған болатын. Өнеркәсіп аудандарда ауа кеңістігінің ластануымен қатар, ластану сол жердегі су көздерін қамтиды. Және де табиғатты тиімді пайдалану, көркейту және де қорғау кешенді түрде қарастырылуы қажет. Жалпы айтқанда бұл нәтижелер табиғатты пайдалану тұжырымдасын танысып, қоршаған ортаның антропогендік өзгерістерін жіктеген болатынбыз. Студенттер үйге тапсырма қоршаған ортаның антропогендік өзгеру тақырыбын оқып, түсінік айту. Сау болыңыздар.